Allahu Akbar deb bismillah deb kirdik meshitga. Endi bunda қазір жанымызда Рауда деген жанына жақындап қалдық. Bu Рауда деген Пайғамбар алейхиссалам уағыз айтқан мінбері тұр қазір мына жерде. Сол мінбермен ар жағында бір 100 метрде 100 метрге жетпестен Пайғамбар алейхиссаламның жаңа бөлмесі, қазір мүбарак денесі жерленген жері жатыр. Сол екі аралықты Расул алейхиссалам Раудат минал жанна деп айтқан. Cennet бақшаларының бір мекен деп айтқанда осы жерде. Başqамызда осы жер әлемінде жәннаттың бір бөлігі іспеттесі осы тұр осы жерде деп айтқан қауымда. Енді жәннатта ешкім намаз оқымайды. Жәннатта құлшылық қылмайды ешкім. Бірақ осы жерде мұсылмандар намаз оқуға ғашық, өйткені жәннаттың бір бөлігінде осы өмірге жасап қойған жерге барып намаз оқуда өте үлкен бір нығмет. Сол себепті елдердің бәрі осы жерге жаңағыдай ниет қылып Раудаға кіріп шығып жатқан кісілер бар Алла шүкір. Міне жанына келдік, міне Рауда деген осы жер. Екі аралық. Мына жан мінбердің тұсы. Мына мінбер міне. Осы мінбермен міне мінбер. Әрине қазір кішкене жаңартылып, былай реставрация дейміз ғой. Бірақ негізгі мінбердің орны осы дейді. Осы мінбермен Анау Расулаллахның қабірі жатқан бөлмесі осы аралықты мынаның ар жағында. Рауда жаңа жәннат бақшаларының мекені деген сол жер. Енді Раудаға кірген кезде де мынау осы қабырғаға жақындау жерде намаз оқысаңыз, қабырғаның түбінде сәждеде жатқан кезде ерекше иіс келіп тұрады. Ол иісті ешжерден көрмейсіз. Соны мысалда ұстаздарымыз айтқан болатын. Алла нәсіп ең алғаш келіп сол жерге мен нәсіп етіп соны қабырғаның түбінде жатқан кезде іштен иіс келіп тұрады. Ол Расулаллахның иісі. Өйткені сахабалар айтады, Пайғамбар көшеден өткен кезде пайғамбардың иісі қалып тұратын дейді. Расулаллах өткен екен ғой деп біліп тұратынбыз деп айтқанда. Міне сол иісті осы қабырға жақын оқысаңыз сезесіз деп ұстаздарымыз айтқан еді. Соны Аллаға шүкір көрдік, керемет иіс. Бисмилlah, міне жақындап қалдық.